Фариза Оңғарсынова 1939 жылы 5 желтоқсанда қазіргі Атырау облысындағы Манаш ауылында дүниеге келген. Фариза 10 баланың кенжесі, алайда бауырларының көбі ерте қайтыс болып кетеді. Әкесі Оңғарсын Иманғалиев оқыған, балық шаруашылығын алғаш болып ұйымдастырған, жұртына қадірлі азамат болған. Ол Фаризаның кішкентай кезінде қайтыс болып кеткен. Ал анасы Халима Иманғалиева арабша хат таныған кісі. Ол халық ертегілерін, ескі қазақ әндерін жақсы көрді. Балаларын да оқу білімге баулып, сауатты болуларына үлкен үлес қосқан да анасы. Балалар қыстың ұзақ кештерінде кітаптарды дауыстап оқып, поэтикалық шығармаларды жаттап үйренді. Фариза өз балаларын ескі дәстүрлі тыйымдарға байланып қалмайтындай, еркін болып өсулеріне барын салған анасына қарыздар. Қазақтың ақын қызы кішкентай кезінен ақ анасының пайғамбарымыз туралы әңгімесін естіп өседі. Ол қиындыққа кезіккен сайын анасын жылатпауға тырысып өсті. Мектеп жасында Қобыланды батыр жырын жатқа оқыды. Алайда сол заманда бүкіл елді қалжыратқан сұрапыл соғыс тұтастай ұрпақты ерте сейтті. Фариза Оңғарсынованың балалық шағы сол сұрапыл жылдарға дөп келді. Әке қазасының артын ала, мейірімді аға Бақтығұл мен сүйкімді апайы Рабиля оралмас сапарға аттанды. Болашақ ақын бас-аяғы 6 жылда жанына жақын 3 бірдей адамынан айырылды. Неше түрлі жоқтауды есі кірмей жатып естіп өссе де, құйтақандай кезден ақ қайсар мінезімен ерекшеленді. Ақынның өзі де бала Фариза жайлы: қыз болып ойнамадым қуыршақпен, еркедім мінезімде қыңырсоқтау деген өлең жолдарынан көре аламыз. Мектепке бармай жатып қара таныған бала Фариза кішкентайынан қазақтың жыр дастандарын дауыстай оқып, кейін анасының көңілін аулағанын жазады.